Қайырлы күн, қалайсыздар? Бүгін липидті көмірсулы ақуызды алмасуының бұзылыстары туралы айтатын боламыз. Көмірсу алмасуын қалай білуге болады? Яғни көмірсулар алмасуының және инсулинге сезімталдықтың бұзылуын қалай көруімізге болады? Көмірсулар алмасуының негізгі көрсеткіштері бізде инсулин, С-пептид, глюкоза және глюкозированный гемоглобин. Инсулин көмірсулар алмасуының негізгі реттеушісі. Глюкозаның жасушаға енуіне көмектеседі, ұйқы безінің бета жасушаларын өндіреді. Инсулин туралы алдыңғы сабақтарда айтқанмын, оны білесіздер. С-пептид, инсулин одан жасалады, яғни біздегі С-пептидтен инсулин жасалып шығарылады. Глюкоза, қандағы қант деңгейінің маркері. Біз тек көмірсулар алмасуының басқа көрсеткіштермен бірге қараймыз, яғни глюкозаны көмірсулар алмасуының дұрыстығын, дұрыс еместігін тексеру үшін қарайтын боламыз. Глюкозированный гемоглобин, яғни гликирленген гемоглобин шамамен 3 айдағы қандағы қанттың орташа мөлшерін көрсетеді. Одан кейін біздегі, яғни анализ көрсеткіштеріне қараймыз. Глюкоза оптимум 4,6-4,8 миллимолитрді құрайды. Жоғарылау себебі 5,6-дан жоғары болса гипергликемия деп аталады. Ал төмендеу себебі 3,7-ден төмен болса гипогликемия, яғни қанда глюкозаның төмендеуі. Гликозированный гемоглобин оптимум 5%-дан жоғары емес. 5,5%-дан жоғары болса, онда инсулинге төзімділіктің белгісі. Темір тапшылық анемиясында жалған жоғарылауы мүмкін. Қан құюдан кейін екінші типті қант диабеті кезінде жоғарылайды. Ал 4-тен төмен болса, қанда глюкозаның жетіспеуі. Инсулин аш қарынға тапсырылады. Оптимум 3-5-ті құрайды. Яғни диетадағы артық көмірсулар мен жануарлар ақуыздары. Біздің тағамымызда көмірсу артық болса, яғни сіз көмірсулы тағамды көп жейтін болсаңыз, онда инсулин жоғарылап кетуі мүмкін. 6-дан жоғары болса, инсулинге төзімділіктің дамуы, стрестің жоғарылауы мүмкін. Төмендеу себебі 2 мл-ден төмен болса, онда инсулин өндірісінің бұзылуы мүмкін. Екінші типті қант диабеті болуы мүмкін. С-пептид 2,5-3 граммнан миллилитр, оптимум осы 2,5 мен 3-дің ортасы. Бүйрек жеткіліксіз кезінде жоғарылайды, семіздік екінші типті қант диабеті кезінде жоғарылайды. Бірінші типті қант диабеті гипогликемия, ақуыз тапшылығы кезінде төмендейді. Липидті алмасудың бұзылғанын қалай білеміз? Липидтер алмасудың негізгі белгілері холестерин, ЛПНП, ЛВНП, триглицеридтер. Бұл жерде ЛПНП жаман майлар, ЛВНП жақсы майлар деп айталады, былайша айтқанда. Холестерин липидтер алмасудың ең маңызды көрсеткіші болып табылады. Оны өздеріңіз білесіздер. ЛПНП жаман майлар тамырдағы атеросклеротикалық бляшканың пайда болуына жол бермейді. Егер бұл жоғарылап кететін болса, онда бляшкалар пайда болып атеросклероз болуыңыз мүмкін. ЛВНП жақсы майлар шеткі жасушаларда жинақталған артық бос холестериндерді кетіреді. Триглицеридтер ағзаның негізгі энергия көзі болып табылады. Триглицеридтердің басым мөлшері май тінінде, ал қалғаны қанда орналасады. Триглицеридтердің жоғарылауы қант диабетін, семіздікті көрсетеді. Көрсеткіштер: холестерин 45 жасқа дейін 4-5-7 миллимолитр болады, 45 жастан кейін 5-6 миллимолитр, 75-80-ның арасында 4-7 миллимолитр қалыпты мөлшері. Жоғарылау себебі Д витаминінің тапшылығы, инсулинге төзімділік, қабыну процесс кезінде, гипотиреоз кезінде, омега-3-ның тапшылығы кезінде, жыныстық гормондардың жетіспеушілігі кезінде, өттің толуы кезінде жоғарылап кетеді. Ал төмендеуі тағамда майлардың жетіспеушілігі, темір тапшылықты, анемия, гипертиреоз, майлардың сіңінің бұзылуы кезінде, бауыр дисфункциясы кезінде төмендейді.
ЛПНП оптимум көрсеткішін кестеден қарай аласыздар, жоғарылау себебі май басу және гипотиреоз кезінде, ал төмендеуі омега-3 жетіспеушілігінде, жасуша ішілік алмасудың бұзылысы кезінде. Енді қараңыз, егерде сіздің қаныңызда холестерин жоғары, ал ЛПНП төмен болса, демек сізде омега-3-тің жетіспеушілігі болуы мүмкін. Бұндай жағдайда сіз омега-3-тің емдік дозасын қабылдайсыз. ЛВНП жоғарылау себебі гипотиреоз, қан диабеті, жыныстық гормондардың жетіспеушілігі. Ал төмендеу себебі майдың малабсорбциясы, диетадағы майлардың жетіспеушілігі, яғни былайша айтқанда зат алмасуының бұзылуы, майдың қорытылуының бұзылысы деген сөз, және де тағамда майлардың аз қолданылуы. Триглицеридтер оптимумын кестеден қарайсыздар. Жоғарылау себебі тағамда жылдам көмірсулардың шамадан тыс болуы, төмен физикалық белсенділік, сахарный диабет және инсулинге резистенттілік, гипотиреоз, панкреатит кезінде жоғарылайды. Ал төмендеу себебі тағамда майлардың жетіспеушілігі, 0,5-тен төмен болса, ақуыз тапшылығы кезінде төмендейді. Майдың малабсорбциясы, бауыр ауруы, гипертиреоз және тиреотоксикоз кезінде төмендейді екен. Келесі ақуыз алмасуының бұзылуын қалай білеміз? Ақуыз алмасуының негізгі белгілері жалпы ақуыз, альбумин, мочевина және креатинин. Бұл туралы біз алдыңғы сабақтарда да айтқанбыз, және тағы да айтамыз, себебі бұлар біздің ағзамызға ең қажетті элементтер болып табылады. Жалпы ақуыз бүкіл ағзаның белоктармен қамтамасыз етуін көрсетеді. Альбумин қанның ең негізгі ақуызы, витаминдерді, минералдарды, май қышқылдарын, гормондарды, препараттарды тасымалдайды. Бауырдың ақуызы синтетикалық қызметінің көрсеткіші антиоксидант болып табылады. Антиоксидантты өздеріңіз білесіздер. Антиоксидант деген бос радикалдардан босатады біздің организмізде. Бос радикалдармен күреседі. Мочевина ақуыздың ыдырауының негізгі өнімі, ақуыздың ыдырауы мен ақуыз синтезінің қарқындылығының арақатынасын көрсетеді. Ақуыздың жоғарғы деңгейінде, яғни 5 миллимолитрден төмен болса, қабынуды көрсетуі мүмкін. Көріп отырсыздар, егерде мочевина төмен болса, онда сізде қабыну процесі болып жатыр деген сөз. Креатинин әйелдер үшін ең оңтайлысы 44 пен 80 микромолитрді құраса, ерлер үшін 62 мен 106 микромолитрді құрайды. Белок деңгейі төмен кезінде қабыну белгісі болады. Сізде белок төмен болса, креатинин де төмен болса, онда сізде қабыну процесі болып жатыр деген сөз. Енді көрсеткіштерге мән берейік. Жалпы ақуыз жоғарылау себебі аутоиммунды ауру кезінде, аллергия кезінде, жедел инфекция кезінде жоғарылайды. Ағзадағы қабыну кезінде жалған көтерілуі мүмкін. Төмендеу себебі бүйрек функциясының бұзылуы, ішектің қабыну аурулары, яғни ойық жаралы колит және де крон ауруы кезінде төмендеуі мүмкін. Бауыр функциясының бұзылуы кезінде, альбумин сусыздану кезінде жоғарылайды, яғни организмде судың жетіспеуінен, зәр шығару жүйесінің жұмысының бұзылуынан, детоксикация процесінің бұзылуынан жоғарылайды. Ал төмендеуі шамадан тыс гидратация, яғни ағзада судың шамадан тыс көп болуы. Бауырда альбумин өндірісінің төмендеуі, бүйрек функциясының бұзылуы кезінде төмендейді. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Жалпы сіздер осы уақытқа дейін өткен сабақтарда анализ талдауларын көрдіңіздер, жоғарыласа не болады, төмендесе не болады. Сол арқылы сіздер жалпы денсаулықтарыңыздың көрсеткіштерін анықтай аласыздар. Соған қарап сіздер уже сізде қандай қабыну болып жатыр, қандай ағзаңызда өзгеріс болып жатқанын біле аласыздар. Сіздер ең маңызды мәселе ішек пен ас қорыту жүйесін дұрыстау екенін түсіндіңіздер. Сонымен сабағымыз осымен аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.